Бейімбеттанушы Тоқтар Бейісқұловтың естелігінен. 1937 жылғы 6 қазан күні түрмеге жабылған Бейімбет Майлинді 1938 жылғы 26 ақпанда КСРО жоғарғы соты ату жазасына кесті. Бейімбетті екі адам түн жамылып келіп қолын артына қайырып, қара құзғын мәшинесіне тығып алып кеткен күннен бастап, отбасы шексіз қасіретке душар болды. Бейімбет Амангелді фильмі түсіріліп біткен соң, көңілі алаңдап үйіне тез қайтып кеткен. Ал Гүлжамал бір шаруасы болып Қаракестекте қалып қойған. Алып кетуге келгендердің айбат шегіп, өктем сөйлегендерінен шошынған балалары боздап жылай берген. НКВД адамдары үй ішінің астан кестеңін шығарған. Бейімбеттің жұмыс бөлмесінен сөрелердегі жазу үстеліндегі кітаптарды, қолжазбаларды үйме қып жинағаннан кейін екінші жүк мәшинесін шақыртады. Әкесін алып кетісімен қорыққанынан пәтерден қашып шыққан балаларының үлкені Әукен 16 жаста көршілердің есіктерін соғып, жылап тұрып, көмек сұраған. Бірақ пәлесі жұғар деген үрей биледі ме, ешкім есігінде ашпаған. Кейбірі бар, неге келдің деп баланы қуып та жіберген. Бейімбетті әкетіп бара жатқанда жылаған балаларға қызы Разияның айтуына қарағанда олар «Не бойтесь, дети, мы его не тронем, ваш отец через 2 дня придет» деп алдарқатыпты. Үйден шығар кезде Бейімбет бәрінің бетінен сүйіпті де үлкен ұлына: «Әукен, сен баланың үлкенісің ғой, мына бауырларыңа қамқор бол, кітаптарымды сақтап жүр» деген екен. Ертеңіне 7 қазан күні ертемен кеткен Әукен шешесін әкеледі. Шырқырап жылап, бір түннің ішінде жетімсіреп қалған Мереке, Разия, Еділ боздап алдынан шыққанда Гүлжамал бір сұмдықтың болғанын сезеді. Қайтып келе жатқанда Әукенде жартып ештеңе де қоймаған. «Әкем командировкаға кететін болды, сізді шұғыл алып келуге жіберді» деп жалтара сөйлеген. Боз алатаңнан Гүлжамал Бейімбетті іздеуге шығады. Түрменің қайда екенін білмейтін Гүлжамал көп іздейді. Бір қақпаның алдында топ адамдар тұр екен. Сұрастырса, өзі сияқты арыстарынан айырылған, түрме қақпасын торуылдап, қайтсек бір хабар білеміз деген үмітпен жүргендер. Гүлжамал Бейімбетті осы абақтыға әкелгенін сезді. Сөйтіп, кешке қарай дымы құрып, дел сал болып үйіне келді. 3 күні төбеден жай түскендей тағы бір қасірет тап болды. Бейімбет отбасы тұрып жатқан 4 бөлмелі үйінен қуып шығарылды. «Мына балалармен қайда барамыз, шықпаймыз» деген Гүлжамалды кім тыңдай қойсын? «Босат» деп қоқан-лоқы жасады. Амал қанша? Гүлжамал кешке қарай Ыстықкөл көшесіндегі 2 бөлмелі үйдің бір бөлмесіне 5 баламен келіп кірді. Бір бөлмесіне 4 баласымен Ілиястың жары Фатима жайғасыпты. Ал Бейімбеттің үйіне іле-шала бір жазушы кіріп алды. Гүлжамал бір айдан кейін Бейімбетпен жолықты. Бұл тергеудің аяқталып қалған кезі. Гүлжамал оның үсті басын, бет аузын көріп шошып кетеді. Өзін сабырлы ұстаса да шашын тықырлап алып тастағанын, Бейімбеттің қираған тістерін көріп: «Сұмдық-ай, тістеріңді де сындырыпты, не болды сонша?» деп жылайды. Бірге келген тергеуші: «Бұл жер курорт емес қой» деп кекете сөйлейді. «Жаналғыш қасыңда отырса адам ақтарылып сөйлесе ала ма?» Бейімбет: «Гүлжамал, жылай берме, мықты едің ғой, балаларға ие бол, ауылға бар, ол жақта жеңілдеу, менің қолжазбаларымды сақта, әлі заман өзгереді, сонда олар саған керек болады» деп мұңайғаннан әрге бара алмаған. Келесі кездесу бір айдан кейін берілуі керек еді. Үздіктіріп, дәмелендіріп қою қулық болып шықты. Жолықтыруға келіскен күні Гүлжамал 2 қызын, Разия мен Гүлсімді киіндіріп, тамақ алып түрмеге келеді. Бірақ кездестіруге рұқсат етілмеді. Абақтыға одан соң да жиі келеді. Алайда Бейімбеттің жүзін көріп, сөзін ести алмай-ақ қояды. Осылайша Гүлжамалға жұбайының түрмеден өзі түгіл денесі де жоқ екенін ешкім тіс жарып айтпайды.